Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. Сіздермен тағы мен дәрігерлеріңіз Абылай. Қазір білесіздер, сезон бізде ненің, жеміс жидектің, қауын қарбыздың. Сол себепті бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз өздеріңіз түсініп отқандай, қарбыз қауынның әсерінен балаларда болатын эксикоз, яғни іш өтудің асқыну ретінде болып жатқан эксикоздар, балалардағы сусыздану және де баланың әлсіреп қалуы. Бұл нәрсемен барлығыңыз сіздер кездесіп жүрсіздер, және де оның шешімі үй жағдайында не істеу керек, және де үй жағдайында оның алдын қалай алуға болады, және не жасағанда біз қателеспейміз деген сияқты нәрселерді бүгін қысқаша біздің видеомызда сіздерге айтатын боламыз. Ал сіздер лайк басып, міндетті түрде осы каналға тіркеліп алыңыздар, себебі пайдалы ақпараттарды алдағы уақытта да бұдан көп деңгейде алатын боласыздар. Енді жалпы қауын қарбыздың әсерінен балалардағы болатын ішек инфекциялары, ол қалай дамиды және қандай көрініс береді, сол туралы қысқаша айтып кетейік. Бірінші кезекте қазіргі уақытта қауынның қарбыздың құрамында бізде яғни мына селитра дейміз, азот дейміз, көп мөлшерде концентрациясы жоғарылауына байланысты адам ағзасына қажетті емес, яғни адам ағзасынан тыс бөгде заттар ішекке түсіп, сол жерде бактериалды қабыну шақырады. Бұл өз кезегінде баланың ағзасындағы ішек жолдарындағы бізде бактериалды қабыну үрдісіне алып келеді. Оның негізгі көріністері балалардағы дене температурасының жоғарылауы, тәулігіне 10-15 ретке дейін ішінің өтуі, және үлкендер еттің цветінің өзгеруі, және де көпіршікті, сасық иісті болуы, және де бір мезетте, яғни бір күн көлемінде балаңыздың іші өтсе, міндетті түрде бала былық-сылық болып, әлсіреп, сусызданудың белгілерін көрініс бере бастайды. Енді сусыздануды біз қалай бағалаймыз, және де қай кезде бізде дәрігерге міндетті түрде жүгіну керек. Егер сіздің балаңыздың іші 10 реттен көп өтіп жатса, ол бір. Егер балаңыз сізде мазасыз және әлсіз болып, көздері шүңірейіп, және де тері қатпарларының иірімдері жазылуы кеш болып жатса, яғни 3 секундтан кеш жазылатын болса, және де терідегі және көзге көрінетін шырышты қабаттар, яғни тіл, ұрт, ауыз қуысындағы шырышты қабаттар бізде құрғап жатса балада, міндетті түрде сіз дәрігердің қабылдауында болуыңыз керек. Және де сізге ішек инфекциясына байланысты консультацияны міндетті түрде дәрігер инфекционисттің кеңесі арқылы алғаныңыз дұрыс. Себебі жалпы айтып отырмыз, инфекция, бактерия, оның барлығы өз маманы бар. Сол маманнан толыққанды баланың ағзасына байланысты, баланың болмысына байланысты нақты ем-дом түрін алсаңыздар болады. Себебі әр баланың ағзасы, организмі, мен постоянно айтам, әрбір видеомда да айтып жатырмыз оны, индивидуально. Яғни иммунитет әр балада жеке-жеке әрқайсысына өзіне тән иммундық жүйесі бар болатын болса, баланың ағзасының строениесі дәл солай әр балаға индивидуально әртүрлі. Енді егер сіз уақытылы дәрігерге қаралмасаңыз, және де егер сіз уақытылы ем-дом жасамасаңыз, қандай асқыну болуы мүмкін. Сусызданудың әсерінен ең ауыр біздің айтатын нәрсеміз ол гиповолемиялық шок. Яғни адам ағзасындағы сұйықтықтың мөлшерінің дефициті мөлшерден тыс артып кеткен жағдайда гиповолемиялық шокқа түсуі мүмкін бала. Бұның көріністері қандай болады? Міндетті түрде баланың жаңағыдай санасы бұлыңғырлана бастайды, баланың жалпы ұйқышыл және де жан-жақтағы реакцияға, дауысқа әсері төмендеп, тіпті қан қысымы түсіп, жансақтау бөліміне дейін жетуі мүмкін. Бұл ең қорқыныштысы біздің айтып жатқанымыз. Одан басқа да бізде асқынулар бар, мысалға нейротоксикоз, себебі орталық қан айналым әлсірегеннен кейін баланың миында, орталық жүйке жүйесінде бізде қан дұрыс айналмағандықтан ол жерге кислородтың қажетті деңгейінің жетпеуі. Бұл да өз кезегінде мида кислородный голодание болады да, мидың ісінуіне және де баладағы орталық жүйке жүйесінің бұзылысына алып келуі мүмкін. Бұл өз кезегінде ертеңгі күні де өз клиникалық көрінісін, өз ізін бала ағзасында қалдыруы мүмкін. Қарап тұрсаңыз, қарапайым қауын қарбыздан, қарапайым ішек инфекциясынан басталған нәрсе сіз орталық жүйке жүйесінің зақымдануына дейін алып келеді. Бұны көп адам елеп ескере бермейді. Және де мен көп аналарды да білемін, маған кеш келетіндерді де, және де баласының ағзасына немқұрайлы қарайтын адамдар да бар, оны жоқ деп айта алмаймыз. Баланың іші өтіп жатса, еш нәрсе қылмайды, ода тұрған еш нәрсе жоқ деген сияқты, немесе 1-2 күн, 2-3 күн көлемінде дәрігерге қаратпай өздігінен үй жағдайында жаңа
қазір жақсы болып қалды ғой, аптекаға барсаң балам шөтіп жатыр десең мынаны бер деген сияқты фармацевт нұсқаулығымен ем алып жүрген аналар да қаншама. Осы тарапта мен сіздерге айтқым келетін нәрсе, әр ішек қоздырғышының, әр бактерияның өзінің сезімталдылығына байланысты пробиотик болсын, жаңа дәрі-дәрмектен және де энтеросорбенттер болсын, симбиотик болсын, сезімталдылығына байланысты әр қоздырғыштың өзінің дәрі-дәрмегі бар. Және оны міндетті түрде сізге білікті маман, білікті дәрігер ғана толыққанды подбор жасап бере алады. Сол себепті әрдайым балаңыздың денсаулығын маманға тапсырған кезде мұқият болғандарыңыз жөн. Сіздің балаңызда дәл жоғарыда айтылған белгілер болып жатса, сіз үй жағдайында не жасауыңыз керек, және дәрігерге дейін жасаған қандай әрекетіңіз, қандай іс-қимылыңыз сізді қателікке қарай апармайды. Осы туралы айтып алайық. Бірінші кезекте айтып жатырмыз, сусыздану, гиповолемия, организмдегі сұйықтық мөлшерінің дефициті деп жатырмыз. Сіз бірінші кезекте баланы сумен және де регидрон, регидратациялық сұйықтық деп жатамыз, регидронмен немесе жаңағыдай сол ОРС секілді тұзды ерітінділермен атпай етеді, яғни балаға қажетті мөлшерде су беріп отыруыңыз керек. Енді оның расчетін қалай жасаймыз? Сіздің балаңыздың салмағына байланысты әр балаға индивидуально ОРС раствордың мөлшері бізде подбираться етіледі. Яғни сіздің балаңызда мысалға 8 кило болатын болса, оның өзінің тәуліктік физиологиялық өлшем бірлігі бар. 8 килолық бала мысалға сізде 110 миллилитр килограммна бұл қалыпты физиологиялық тұтынатын сұйықтық. Яғни балаңыз ауырмаған кезде де тәулігіне 110 миллилитр әр килограмм салмағына организмге қажетті сұйықтық. Енді бұл кезде сіздің балаңызда температура және де іш өту бар. Соларға байланысты құсу бар дейік мысалға. Соларға байланысты тағы сұйықтықтың мөлшері қосылып отырады. Мысалға сіздің балаңыздың температурасының әр градусына сізде 10 миллилитр килограммна сұйықтық қосып отырамыз. Мысалға сіздің балаңыз 38-де жарым температура болатын болса, 36-та 5-тен бастап есептейміз ғой. 36-та 5-тен 37-5-ке дейін 1 градус, 38-5-ке дейін тағы 1 градус. Мысалға сізде 2 градус разница жоғарыға көтеріліп тұр. Яғни сіз әр градусқа 10 миллилитр қосқанда балаңыздың әр килограмм салмағына 20 миллилитр сұйықтықтан есептеп қосуыңыз қажет, жаңа физиологиялық сұйықтыққа. Бұдан бөлек іш өткеніне және құсқанына да 10 миллилитр на килограмм сұйықтық мөлшерінде біз есептеп сұйықтық қосып отырасыз. Және сол жалпы шыққан көлемнің біз 3-тен 1 бөлігін балаға регидратациялық терапия ретінде беріп отыруыңыз қажет. Және де сол мөлшерді сіз ұстанатын болсаңыз, үй жағдайында дәрігерге дейін сондай су көлемін сіз балаңызға бере алсаңыз, жаңа жоғарыда аталған асқынулар, нейротоксикоз, гиповолемиялық шок, сусызданудың ауыр дәрежесі, осының барлығын алдына алған болып есептелінесіз. Енді егер осы видео сізге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басыңыз, және де осындай клиникамен, осындай көрініспен сіздің балаңыздың басынан өткен болса, немесе сіз осындай жағдаймен кездескен болсаңыз, өзіңіздің жасаған тактикаңызды және кем-кетік тұстарыңызды міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіз. Қателігіңіз болса, оны да жаза кетіңіз, себебі сізден басқа да бұл видеоны көретін кісілер комментарий арқылы болсын пайдалы ақпаратқа қол жеткізіп отырсын. Міндетті түрде каналға жазылып алыңыз, және мен төменде номер қалдырам. Егер жоғарыда аталған белгілер және де сол симптомдар сіздің балаңызды мазалап жүрсе, және оның сіз шешімін іздесеңіз, мен сізді өз консультацияма шақырамын. Консультация жеке клиникада, яғни Абылмет медицина орталығында жүреді. Ол жерде сіз дәрігердің қабылдауын және де тәулік бойы жұмыс жасайтын балалар процедурный кабинетіне еркін қол жеткізе аласыз. Процедурный кабинет бізде арнайы балаларға арналған, және де ол жердегі мейірбикелердің бәрінің біліктілігі жоғары, және сіздің балаңызды көп әбіржітпей, көп қинамай, былайша айтқанда, сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, баланы қайта-қайта тесіп, мазасын алмай, бірден түсіп, катетерін қойып, капельница қажет болса, ем-домын жасап береді. Төменде номер бар, өзіңізге сақтап алыңыз, сізге немесе сіздің таныстарыңызға, туыстарыңызға қажет болуы мүмкін. Сол себепті бұл ашық реклама біздің видеоның арасында өзіміздің жасап жатқан кәсібімізге. Себебі білесіздер, YouTube'дағы әрбір түсірген видеомыз, әрбір түсірген сіздерге контентіміз
әрі сіздерге пайдасын алып келсін, әрі балалардың, жас бүлдіршіндердің денсаулығына қандай да бір септігін тигізсін деген мақсатта түсіреміз бұл видеоның барлығын. Құрметті аналар, тағы бір біздің сіздерге жағымды жаңалығымыз, осы видеоның ішінде біз баладағы жаңа физиологиялық ішкізетін сұйықтығымыздың есептеу формуласын келтірдік. Және сіздерге сұрақ біздің тараптан, өйткені мен алдында да стористерде де салғам, бірінші дұрыс жазған комментарийге біздің атымыздан тегін консультация деп. Енді бізде былай жасаймыз: сіздің балаңыздың салмағы 13 кило 500, сіз регидратациялық терапияны қандай расчетпен жүргізесіз және қандай препарат қолданасыз. Видео барысында бұның жауабы бар. Сол себепті видеоны бастан аяқ көріп, міндетті түрде комментарийіңізді қалдырыңыз да тегін консультацияға қол жеткізіңіз. Бұл ешқандай не алдау не емес. Міндетті түрде консультацияны тегін ала аласыздар. Оның барлығының видео отчеты, сіздерге есебі барлығы жасалынатын болады. Сол себепті давайте бірінші комментарийді сіздерден күтеміз. Лайк басамыз, каналға тіркелеміз.